Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге өте ерекше болып шығатын қызанақтың дайындалу әдісін көрсеткім келіп отыр. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бұл қызанақтың ерекшелігін видеоның барысында сізге айтып отырамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен, ең бастысы банкаларымызды жақсылап тұрып стерильдеп аламыз. Қақпақтарын суға қайнатып аламыз. Ендігі кезекте осылай пияздарымызды тураймыз. Менде 3 дана пияз жартылай бөліп осылай қалап етіп турадым. Пияздан кейін ас көгімізді саламыз. Ас көктің барлығын ыстық суға бір шайып алдым. Және қызанақтарды толтырамыз. Қызанақтың барлығы жуылған. Бұл жерде ең бастысы біздің барлық ингредиенттеріміз таза болу қажет. Және де банкамызды жақсылап тұрып стерильдейміз. 100% атылмайтын әдісі, ешқандай аспирин қоспаймыз. Ең басты тазалық болу керек. Барлығын осы видеодағындай толтырамыз. Ең бірінші жуанын саламыз пиязымызды, одан кейін ас көкті және де қызанақтарымызды толтырамыз. Міне осындай әдемі болып шығады. Барлығын толтырып болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған суды құямыз. Суымызды құямыз барлығына. Суды құйып болғаннан кейін қақпақтарын жауып қойып 20 минутқа қоямыз. Ыстық суда тұру керек. Міне барлығын қойып қойдым. 20 минуттан кейін осылай суын барлығын төгіп тастаймыз. Суын төгіп болғаннан кейін қалған ингредиенттерін саламыз. Ең басты ингредиент бізде үккіштен өткізілген сарымсақ. Осындай 2 литр банкаға бір үлкен ас қасық толтырып қосамыз, немесе 100 грамм өлшеңіздер. Ең басты ингредиентіміз осы. Қызанақтар осындай тартылған сарымсақтың суында маринадталады. Дәмі өте кеңдік болып шығады. Осы әдіспен жасап көруге кеңес беремін сіздерге. Сарымсақты салып болғаннан кейін үлкен қасықпен 2 литрге үлкен ас қасық, 1 қасық тұз, 1 литр банкаға жарты ас қасық қосамыз. Және де көз мөлшерімен қара бұрыш қосу керек. Бұрыштарын қосып болғаннан кейін лавр жапырағын қосамыз. Осындай шеттеріне, әдемі ретінде шеттеріне қоссаңыздар болады. Су құйған кезде өзі астына қарай түсіп әдемі болып тұрады. Лавр жапырағын қосып болғаннан кейін қант қосамын. Қант бізде 2 литр банкаға 2 үлкен ас қасықпен мөлшері. 1 литр банкаға 1,5 ас қасық қант қосамын. Қантын қосып болғаннан кейін ары қарай суын құйып, банкамызға уксусымызды қосып жаба береміз. Құрметті көрермендер, бүгінгі сіздерге осы жасап шыққан әдісім ұнап жатса, видеоны жоғалту алмас үшін маған тіркеліп алыңыздар, және де достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Міне қантын қосып болдым, енді қайнап тұрған су құямын үстіне. Бірден барлық банкаға құймаймын, 3 немесе 4 банкасына құйып, уксусымызды қосып бірден жауып тастау керек банкаларымызды. Біздің суымыз ыстық күйінде жабу керек болады. Сол кезде біздің банкаларымыз атылмайды. Мен бірінші 4 банкама құямын және де уксусын қосып жауып тастаймын. Осылай қатты толтырыңыздар. Суы біраз тұрғаннан кейін азаяды. Енді уксустың мөлшері 2 литр банкаға 1 үлкен ас қасық, 1 литрге жарты ас қасық қосамын. 70% уксус. Барлығына құйып, бірден жауып тастаймын банкаларымда. Өте жылдам, өте оңай жасалатын банкалардың әдісі. Осындай қызанақтардың дайындалу жолы оңай. Егер де банкаларым атылады десеңіздер, қорықсаңыздар, аспирин қоссаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне банкаларды осы жауып болғаннан кейін астын түбін барлығын шайқап жіберіңіздер. Қанты мен тұзы еру керек. Міне енді қалған 3 банкама бірден құйып, оларды бірден жауып тастаймын. Міне банкаларын бәрін жауып болдым. Енді түңгілікке немесе 24 сағатқа үстің барлығын жылы материалмен жауып қоямыз. Банкамыз төңкеріп 24 сағаттан кейін алып суық жерге қоя беруге болады. Міне достар, менде 1 күн тұрды.
қызанақтарым осындай өте әдемі болып тұрады. Осы әдіспен жасап көруге кеңес беремін. Егер де ұнап жатса маған тіркеліп, маған лайк басып, астына комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жазып қоюға болады. Сау болыңыздар.